Hello my friend, how are you? Бізде бүгін идиомалар. Біздегі бүгінгі идиома Rise and shine. Қазақша мағынасы тезірек оян. Сабақты толық көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал кеттік. Сөзбе сөз аудармасы оян да жарқыра немесе жарқылда. Идиоманың мағынасы тезірек оян. Rise and shine. Бізге бүгін үлгеру керек. Тезірек оян, бізге бүгін үлгеру керек. Мысалдар: Rise and shine. Sleepyhead. Where have you been the whole night? Тезірек оян, ұйқыбас. Түнмен қайда болдың? Rise and shine, Абылай. You are gonna be late for work. Тезірек оян, Абылай. Әйтпесе, жұмысқа кешігесің. Достар, түсінікті ғой, иә? Rise and shine деген сөздің сонда мағынасы тезірек оян. Бізде бүгінгі сабақтың екінші идиомасы turn over a new leaf. Бұл сөз барлығын жаңадан ақ парақтан бастау керек дегенді білдіреді. Енді мысалдарға келетін болсақ, You had to turn over a new leaf because we lost too much time and didn't manage with the task. Бізге барлығын ақ парақтан, яғни жаңадан бастауға тура келді. Өйткені біз көп уақыт жоғалтып, тапсырманы орындай алмадық. Достар, сонымен түсіндіңіздер ғой, иә? Turn over a new leaf идиомасының қазақша мағынасы бәрін жаңадан бастау, ақ парақтан бастау дегенді білдіреді, ұмытып қалмаңыздар. Енді келесі үшінші английский бір сөзге сипаттама беріп кетейін. Link. Байланыс, қосылу, байланыстыру. Қазақша баламасы. For example, the railway line links the two towns together. Екі қала темір жол арқылы байланысқан. Түсінікті ғой, достар? Видеоны соңына дейін көргендеріңіз болса, көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны да басып қойыңыз. Сонда менің әрбір шыққан сабағымды жіберіп алмай көретін боласыздар. Және де пікірге өздеріңіздің ағылшынша түсінбей жүрген сөздеріңізді, түсінбей жүрген тақырыптарыңызды жазып қойсаңыздар, мен міндетті түрде шығаруға тырысамын. Сау болыңыздар, достар. Goodbye.